Один дома американдық рождестволық және жаңа жылдық комедиялық фильмі. Продюсері Джон Хьюз, сценарист әрі бас продюсер, ал режиссері Крис Колумбус. Они что, вернулись? Из Парижа? Придем сюда завтра, может, они уберут. Иә, достар, сіздер тамашалағандай музыка әлемі бағдарламасының 2023 жылдың алғашқы видеосын тамашалап отырсыздар. Сіздермен болатын мен, Марал Асхатқызы. Макалей Калкин отбасы Рождество мерекесіне Парижге ұшқан кезде Чикагодағы үйіне тастап кеткен, яғни Кевин МакКаллистердің рөлін сомдады. Бастапқыда Кевин үйдегі жалғыздықты ұнататын, бірақ көп ұзамай екі қарақшымен күресуге тура келеді. Сондай-ақ кинофильмге достар Джон Хёрд, Роберт Блоссом, Кэтрин О'Хара және де басқа актерлер қатысқан болатын. Көпшіліктің жаңа жыл қарсаңында сүйіп көретін бұл фильмде көптеген танымал әндер мен керемет әуендер бар. Солардың бірі Дин Мартиннің орындауындағы Let It Snow әнін бірге тыңдап тамашалайық. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. Балалық кезімізде көрген бұл тамаша фильмнің ең басты саундтректерінің бірін тыңдап тамашаладыңыздар. Let It Snow, яғни ағылшын тіліндегі ең танымал рождестволық әндердің бірі. Композиторлары Сэмми Кан және Жюль Стайн 1945 жылы шілденің ыстық күнінде шығарған. Және көптеген музыканттар орындаған танымал әндердің бірі. Оның кем дегенде 20 түрі белгілі екен достар. Бұл әнді достар бірінші болып Вон Монро айтқан екен. Фрэнк Синатрадан кейін оны Дин Мартин яғни айтып жазған екен. Синатра және Мартин нұсқалары ең танымал болып қала береді. Синатраның орындауында, яғни Apple интернет дүкені арқылы сатылған, яғни 25 миллионыншы ән болған екен. Достар, қызықты мәлімет, Фрэнк Синатраның орындауындағы осы ән Брюс Уиллистің Крепкий орешек фильмі, яғни Let It Snow әнімен аяқталады екен. Бұл әннің мағынасы да өте қарапайым екен. Қар жауа берсін, Let It Snow деген осындай аудармасы да бар екен. Далада ауа райы жаман болса да, үйдегі атмосфера өте жақсы. Және біз қайда барарымызды білмесек те қар жауа берсін. Және мына қардың жауы тоқтамаса да, тіпті тоқтамаса да дейді, үйдегі отты сөнбейді. Сондықтан қар жауа берсін деген осындай керемет сөздері де бар екен. Біз қоштассақ та бір-бірімізді құшақтап, сондай махаббатқа, сүйіспеншілікке кенелеміз. Және сол арқылы да қар жауа берсін деген керемет сөздері бар екен.
Достар, сіздерге мағынасы ұнады ма? Егер ұнаса, өз лайктарыңызды қойып, пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Біз үшін ол өте маңызды екенін ұмытпаңыздар. Келесі видеода міндетті түрде осы «Один дома» кинофильмінің саундтректерін бірге тыңдап, композиторы туралы айтатын боламыз. Екінші бөлімін келесі аптада күтіңіздер. Біздің Назар FM медиа орталығының Facebook, YouTube, Instagram желілеріне тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза аласыздар. Сіздермен болған мен, Марал Асхатқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.